Сәлем достар, мінекей бүгін AliExpress сайтынан тағы бір екі тапсырыс келді. Оның бірі мінекей мынандай бір жұмсақ пакеттерін орап жіберген. Бұның ішінде трек нөмір бойынша қарасам, автомобильдің қосалқы бөлшегі болу керек. Мінекей достар, мынандай автомобильдің қосалқы бөлшегі пластиктен жасалған. Мына жер темір, мінекей. Әрине Қытайдікі бұл. Сапасы оригиналға жетпейді әрине, бірақ дегенмен бұның бар қызметі ішінде мысалы майдың ауаларын жіберіп тұру. Двигательдегі вентиляция картерных газов деген системасының бір қосалқы бөлшегі. Бағасы шамамен 2000 теңге шамасында. Өзіміздің Алматыдан дәл осындай шлангыны іздеуге уақытым болмады, шын айтқанда. AliExpress'тен қарап отырып осыны көріп қалдым да, тапсырыс бердім. Мен өзімдегі қазіргі машинада тұрған мына жерден сынып қалған. Сондықтан осындай қосалқы бөлшек тапсырыс беруге тура келді. Келесі тапсырысымыз мынандай бір қорапшада. Бұның ішінде апафон, орысша бабушкафон дейді. Үлкен егде кісілерге арналған ұялы телефон. Мелрос. Описаниясы бәрі Қытай тілінде. Мінекей телефонның өзі, фотоаппараты бар, камерасы бар. Камера деп, фонарик, радио, флешка салуға болады, гарнитура, микро USB дейді. Микро USB радио бар, сол арқылы зарядкаға қосып және компьютерге қосуға болады. Громкая связь, SOS кнопкасы және тағы бір. Описаниясы берілген. Бұл шамасы жаңа білмеймін. Мінекей ашып көрейік. Мінекей MP3 ойнатуға болады бұл телефонның көмегімен. Мінекей телефонымыздың түрі осындай. Мінекей достар, телефонымыз осы. Мінекей кнопкалары өте үлкен, басуға өте қолайлы. Кнопкалардың бәрі үлкен. Орысша жазулары бар. Мінекей жаңа сыртында көрсетілген сипаттамалар мына жерде тұр. Неге артында камерасы бар, ұмытпасам 0,3 мегапиксель болу керек. Динамик, Мелрос деген атауы. Және мына жерде камераның астында жүректің суреті бар. Бұл SOS батырмасы. Егер өзде бір қандай да бір жағдай болса, және Құдай оның бетін алғысын, осы кнопканың басысы алдын ала белгіленген бір номер бойынша SMS жіберіледі, не болмаса қоңырау шалынады. Мінекей мына жақта оң жағында фонариктің ажыратып қосқышы бар. Мына жерде мінекей бау өткізуге болады. Мойынға тағылып, мына жерде мінекей фонарик, мына жерде гарнитура арналған орын, жерде мінекей дауыс батырмалары, үлкейту, азайту. Астында бір микрофон және микро USB разъемы. Бұл тапсырыста негізі ақпан айының басында тапсырыс берілген болатын. Бір айдан аса уақытта жетті.
бағасы $35, теңгеге шаққанда шамамен 6500 теңге болады. Мінекей достар, батареясы 1200 мА. 2 сим картаға арналған орын бар және бір micro SD карточкасына арналған орын бар. Bluetooth, FM, камера дейді. MP3. Динамигінің сапасы. Мінекей көріп тұрған болсаңыздар, қарапайым арзан динамик, сапасы өте керемет болмауы да мүмкін. Қосылмайды, шамасы батареясы отырып қалған болу керек, бірақ фонарик жанып тұр. Мінекей фонаригінің жарықтық осындай. Мінекей телефонның вспышкасымен шамамен бірдей жарықтыққа апарған кезде осындай болады. Ал егер өшіріп қазір телефонның Meizu MX4-тің вспышкасын қосатын болсақ, мінекей осындай жарық болады. Мінекей достар, зарядка қосылды. Мінекей заряд жүріп жатыр. Заряд жүріп қосылып біткенше, мінекей қосылды. Бұлай алдына салды. Жарайды. Мінекей комплектісінде достар, мінекей микро USB кабель, зарядкасы мінекей 0,5 ампер деп тұр. Наушник. Және мінекей мынандай переходник салып жүрген екен. Және соңында мынандай мінекей Қытай тілінде инструкциясы бар. Жылдам іске қосу. Мінекей суреттермен бәрі, түрлі түсті суреттермен бәрі әдемі істелінген, бірақ тек Қытай тілінде барлығы. Мінекей достар, менюміз, контакт, сеттингс. Орыс тілімізде көрейік. Мінекей русский. Готово. Телефон тұтқасын қою батырмасын бассақ, блокқа түседі. Шығаратын болсақ, мына батырын бассақ, өзі-ақ шығып кетеді. Батырмалар мінекей сәл-сәл ары-бері жылжып тұр. Нық отырмаған батырмалар. Дегенмен былай көзге сапалы көрінеді барлығы. Дегенмен сапалы телефон деп айтуға болады. Өйткені экранның мінекей разрешениесі өте үлкен. Жазулардың бәрі тіпті мелкий, мынандай кішкентай жазулардың өзі таза анық көрініп тұр. Ешқандай пиксель көрінбейді, байқалмайды. Мінекей журнал вызов, контакты, сообщения, аудио, фотоаппарат, мультимедиа, FM радио. Мінекей бір қызығы FM радио шамасы жаңағы наушник тықпай-ақ істей беретін болу керек. Каналдар іздеп жатыр мінекей. Мүмкін наушник тықып көреміз. Жарайды. Кейін көріп жатырмыз радиосын толығырақ. Настройки, калькулятор. Календарь дейді. Изображение, галереясы шамасы. Инструменты. Bluetooth бар екен мінекей достар. Осы ғана. Контакты. Мінекей достар, әзірге осы. Кейінірек Құдай қаласа толығырақ шолу жасауға тырысамын. Видеоға екінші атофонмен салыстыра отырып
Құдай қаласа уақыт болып жатса әрине. Әзірге осы. Назар қойып көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.